Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді нәзік болып шығатын сметаник пирогын пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, сондықтан видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: сары май, бір жұмыртқа, илектен өткізілген ұн, қопсытқыш және қант. Бірінші қамыр илейтін боламыз. Илектен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып, кішкене араластырып жібереміз. Осыны таза ыдысымызға саламыз. Қантымызды саламыз, үстіне жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығуы қажет, орысша айтқанда крошки. Қолымызбен осылай майларды езіп шығамыз. Мінекей осылай үгітіліп, енді үстіне біз жұмыртқамызды салып, жақсылап біріктіріп, қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді осыны салафанмен немесе пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа 10-15 минут қойып алатын боламыз. Иі қанып, кішкене қатуы қажет. Қамырды тоңазытқыштан шығарғанша салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына қаймақ қажет, менде 20%-ық қант қажет және 5 жұмыртқа. Қаймағымызды таза ыдысымызға саламыз. Қантымызды саламыз. 5 жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын бірден салып жіберіңіздер. Енді венчикпен немесе шанышқымен араластырамыз. Миксермен араластырмаңыздар. Бір 15-20 секунд қана араластырсаңыздар жетеді. Ұзақ араластырмаңыздар. Тек сұйықтығымыз бір-біріне біріксе болғаны. Енді формамызды дайындап аламыз. Мен осындай кольцоға пісіретін боламын. Диаметрі 24 см. Егер сіздерде бұндай кольцо болмаса, пешіміздің осындай табағына пісіре берсеңіздер де болады. Астына пергамент қағазын төсеймін, алғанға ыңғайлы болу үшін. Тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып алып, жаймалайтын боламыз. Бірінші жарты бөлігін үзіп алып, шет-шетіне қойып шығатын боламыз. Мінекей, енді қалған бөлігін ортасына жаймалап шығамыз. Мінекей барлық жеріне жеткізіп, жаймалап шықтық. Енді шет-шетін түзулейміз. Ортасы тегіс болу үшін осындай стакан пайдалансаңыздар да болады. Енді үстіне дайындап алған салмамызды құямыз. Енді осыны қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей, сметаник пирогымыз пісті. Формадан бірден шығармайсыздар. 1-1,5 сағат осы формада суығанша ұстайтын боласыздар. Содан соң ғана кесіп ысына берсеңіздер болады. Ас болсын.